16 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі телекөрермендер. Экономикамыздың қарыштап дамуына байланысты қазіргі таңда кәсіпкерлердің көп бөлігі тұрғын үй салумен, құрылыс салумен айналысып жүргені бәрімізге мәлім. Алайда, осы жауыннан кейінгі саңыраулақтай қаптап кеткен қазіргі тұрғын үйлер мен салынып жатқан құрылыстардың барлығы заңды ма? Заң талаптарына сай ма? Неге күнделікті өмірде судьялар істі қарап жатырған кезде үлескерлердің жан айқайын естіп, сол кезде әу бастан заңсыз салынған құрылысқа өзінің бар тапқан таянғанын салған азаматтардың айқайын есту керек? Оған кім кінәлі? Бүгінгі бағдарламамызда осы сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Бағдарламаның тақырыбын заңсыз салынған құрылыстар деп алдық. Студия қонақтарымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Маңғыстау облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының судьясы Бекболатов Арыстанбек Тәжібайұлы. Қош келдіңіз. Ақтау қалалық сәулет және қала құрылыс бөлімінің бас маманы Бекмағамбетов Абылай Мұхтарұлы. Сәлематсыздар ма? Ал құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Әрине бұл тақырып күнделікті өзекті тақырыптардың бірі. Ең алдымен қазіргі таңда кез келген жерде әңгімені бастасақ, теледидардан, немесе радиодан, немесе газеттен оқыдық демейміз, Фейсбуктан, Инстаграмнан көрдік деп адамдар айтып жатады. Осы үлескерлердің дауы туралы, немесе заңсыз салынған құрылыстардың дауы туралы осы соңғы кезде Маңғыстау облысының өңірінде де даудамай шығып жатыр. Ол шындық. Заңсыз салынған құрылыстарды мәжбүрлеп бұзу туралы сотқа да талап арыздар айталмаймын енді көптеп бірақ болып жатады. Бірақ мен соңғы кезде өзім енді бұрын экономикалық соттар жасап кеткенмін. Бұрынғы экономикалық соттың ауыртпалығымен қазіргіні қарсақ, қазіргі таңда бұндай талап арыздар бұрынға қарағанда көбірек. Бұның себебі не деп ойлайсыз? Статистикалық мәліметтерге тоқталып өтсеңіз, Арыстанбек Тәжібайұлы, жалпы осы санаттағы істер сотта қалай қаралады? Рахмет сұрағыңызға. Бұл енді қазіргі таңда көкейкесті мәселе. Енді өзіміздің Ақмаржан қаламыз Ақтауда соңғы кезде құрылыс жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Ол өзіміздің қаламыздың өсуімен байланысты. Көптеген жаңадан шағын аудандар қосылып жатыр қаламызға. Және де осының барлығы құрылыс жұмыстарымен байланысты. Қазіргі таңда жаңа шағын аудандарда көптеген тұрғын үй комплекстері, кешендері салынып жатыр. Енді айтқанда әр жұмыстың өзінің қорытындылай келгенде ол статистикалық мәліметке жүгінеміз. Атап айтсақ, мысалға осы үлкен тұрғын үй кешендерінің заңсыз салынды деп талап арыз берген талаптар саны 2019 жылы барлығы 13 азаматтық іс болған. Оның талаптары 6 талап арыз қанағаттандырылып, 7 бойынша талап арыз қанағаттандырылудан бас тартылған. Енді ол әрбір іске сот заңға сүйеніп, тиісті құқықтық бағасын беріп, шешім шығарылады. Бүгінгі таңда ол шешімдер орындалуда. Және де биыл 2020 жылдың 5 айында ғана бүгінгі таңда жалпы 7 азаматтық іс қаралып, 7-і қанағаттандырылудан бас тартылған. Енді ол әрбір істі жіліктеп айту енді егжей-тегжейлі баға беріледі. Бұл жерге көптеген заң нормалары қолданылады. Ол өзіміздің былай айтқанда Қазақстан Республикасының Конституциясынан бастап құрылыс саласындағы заң нормаларына сәйкес. Соның басты қолданатын нормалар ол Азаматтық кодексінің 244 бабында бастап негізгі нормалар жазылып кеткен. Жалпы бұл талап арыздардың, кешірерсіз, негізі, талап арыз келтірудің негізі бұл құрылыстардың салынып жатқан жер учаскесінің бастапқы көрсетілген
мақсатына сай келмеуі ғой. Солай болып келе ма? Көптеген жағдайда иә, жер тұрғын үй салуға арналған жер, алайда құзырлы органдардың рұқсаты болу керек қой енді бастау үшін. Енді оны қазір Абылай Мұхтарұлы да өзі де айтып өтер, бірақ сотқа келетін талап-арыздың негізі қандай? Негізі ең басты бұл жерде қойылатын талап құрылыс нысаны тұрғызатын жер учаскесі, құрылыс нысаны тұрғызатын мекеменің жеке меншігінде болу керек. Және де нысаналы мақсаты сәйкес болу керек. Яғни тұрғын үй құрылысын салу үшін. Мысалға 2019 жылда қаралған азаматтық істердің бір қатары талап арыздардың қанағаттанудан бас тартылды ғой. Олардың жер учаскелері нысаналы мақсаты тұрғын үй салу үшін. Кейбір азаматтық істер бойынша талап арыз қанағаттандырылды. Өйткені олардың жер учаскесі мүлде тұрғын үй нысанын салуға берілмеген. Мысалға айтсақ, бір өндірістік базасын салу үшін, тағы да басқа да нысаналы мақсатпен берілген жер учаскесі заңсыз құрылыс нысандарын тұрғызылған. Және де өз кезегінде уақытылы нысаналы мақсатын өзгертуге әрекеттенбеген. Соған баға беріп шешім шығарылған. Жақсы, рахмет. Абылай Мұхтарұлы, енді әңгіменің өрісі өзі сізге қарай бұрылып келе жатыр. Жалпы қалалық сәулет және қала құрылыс бөлімі бұл саладағы құзырлы орган болып табылады. Құрылыстарды мониторинг етіп отырады. Жалпы ең алдымен сұрақ, жалпы айтып отырық қой, қазіргі таңда біздің Ақтау қаласында экономиканың өркендеуіне байланысты, қарқынды дамуына байланысты құрылыс көп жүріп жатыр. Жалпы бұл құрылыстардың мониторингін кім жасап отырады? Өзіңіз айтып отырғанда, енді бүгін күні Ақтау қаласы аумағында жаңа құрылыс қарқынды жүргізілуде, енді оның ішінде тұрғын үй құрылысы. Бұл салада енді жалпы мониторинг жүргізу құзыреті ол осы Ақтау қалалық сәулет және қала құрылысы бөліміне берілген. Енді бөліммен жалпы мониторинг тұрақты түрде жүргізіледі. Енді жалпы бүгін күні қала аумағында жалпы саны 70 тұрғын үй құрылысы жүргізілуде. Енді жалпы құрылысқа келетін болсақ, енді құрылыс енді былай енді заң талаптарын енді біле бермейтін де адамдар бар. Енді мысалға енді айта кететін болсақ, мысалы біреу жерді алдым, болды, салам деп ойлайды. Енді бұл жерде ол олай емес. Негізі енді қолданыста заң талаптары бар, мысалы сақталу керек. Олар мысалы құрылысқа қатысты бұлар Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заң талаптары сақталу керек. Енді өзінің арнайы рұқсат беру рәсімдері бар. Енді ол рұқсат беру рәсімдеріне айта кететін болсақ, енді тоқталып, бұл жерде біріншіден жаңа жер учаскесіне тиісті құқық алу керек. Содан соң енді жаңа сәулет жоспарлау тапсырмасы дейік, эскиздік жобасы, жұмыс жоспары, жаңа жобалық сметалық құжаттамасы, сонымен қатар мына құрылысты бастардың алдындағы ең соңғы рәсімдеу тиісті құжат, ол жаңағы Маңғыстау облысының қала құрылыс және жерді бақылау басқармасына тиісті түрде хабарлама беру керек. Осы қоғамдық тыңдау қай сатысында жүргізіледі? Қоғамдық тыңдау, енді қоғамдық тыңдауды қай неде де жүргізуге болады ғой, енді оны. Жалпы үлкен құрылыстарды жүргізілген уақытта ол егер тұрғын үйлердің қасында болса, қоғамдық тыңдау бұл құрылыс басталмай жүргізілу керек рәсім ғой. Тұрғындардың енді ой пікірін біліп, істеп, мына жерге мысалға бір ол дейтін, мысалы жаңадан салынып отырған шағын аудан болса, онда оларда ол жерде енді мысалға қала құрылыс құжаттамасы дейтін болады. Олар енді яғни мына бас жоспарымыз және де мына шағын аудандардың егжей-тегжейлі жоспарлау жобасы. Егжей-тегжейлі жоспарлау жобасы дегеніміз ол нақты шағын ауданның даму жоспарын көрсетілген, сол белгіленген құжат. Бұл жерде мысалға бір жерде үй салыну керек болса, үй орналастырылады, коммерциялық нысан болса коммерциялық, әлеуметтік нысан болса әлеуметтік. Бұл жерде парк болатын болса, мысалы парк орналастырылуы тиіс. Енді бұл жерлер жаңа шағын аудандар енді жаңа егжей-тегжейлі жоспарлау жобасына сәйкес игеріледі. Ал мына енді бізде төменгі мына ескі шағын аудандарымыз бар ғой, яғни мына 29 шағын ауданға дейін дейміз ғой енді мына. Енді оларда енді тығыз орналасқан. Енді көбінесе ол жерлерге тұрғын үй құрылысын салуға көп жерде өйтіп жол берілмейді. Салынып жатыр ғой қазіргі таңда. Салынып жатырғандар бар, енді бірақ жағы енді тиісті түрде мысалы құжаттары, заттары, олардың жұмыс жоспары сараптамадан өткізіледі. Ол бола ма, болмай ма, ол сараптама қарайды оны. Жұмыс жоспары. Енді Абылай Мұхтарұлы, сізге жаңағы біз шүйлігіп отырған жоқпыз, тек жаңағы мен айтқым келетіні, менің мысалы назым бар, заңгер ретінде емес, судья ретінде емес, қарапайым осы Ақтау қаласының тұрғыны ретінде. Неге жаңа өзіңіз айтып өтсіз, 29-шы шағын ауданға дейінгі шағын аудандар, бұлар 25, 30, 40, 50, 60 жылдық тарихы бар
шағын аудандар. Бірақ енді біз күнделікті өмірде көріп жүрік қой, ол шағын аудандардың ішінде тіпті жаңағы электр энергиясын беретін КПП құралы деп аталады ғой енді. Соның өзі көтермейтін, тіпті жаңағы кәріз суларында дұрыс ағызуға жол берілмейтін жерде қыстырылып, қала көркін, тіпті нұқсан келтіріп қала көркіне салынып жатқан құрылыстар жүргізіліп жатыр. Бірақ ондай құрылыстарды болды ма сіздерде талап арыз берген бұзу туралы? Енді бізде мына жаңа айтып өткенде мына ескі шағын аудандарда ондай болған жоқ. Ондай талап арыз берген бұзу туралы. Енді бұл жерлерге тұрғын үй салуға жол берілетін себебін айта кетейін енді мысалға. Бұл жерде енді жер біріншіден ол тұлғаның құрылыс салуды ниет білдірген тұлғаның жеке меншігіндегі жер. Оған мысалы жаңағындай техникалық, инженерлік инфрақұрылымы дейсіз. Мысалы ол жерде техникалық шарттары, мысалға жағы су дейміз, тоқ дейміз, кәріз дейміз, оның барлығына техникалық шарттарын алады ол кісілер мысалы. Содан кейін барып оларға рұқсат құжаттары рәсімделеді. Енді бұлар міндетті түрде болу керек талаптар бұл құрылыстарда. Рахмет. Арыстанбек Тәжібайұлы, енді судья ретінде іс қарағанда осындай жаңағы заңсыз салынған құрылыс, соның ішінде тұрғын үйлерді мәжбүрлеп бұзу туралы талап арыз келгенде, көбіне құрылыс салушы мекеме адамдарды, азаматтарды, күнделікті халықты алдына тартады. Сол халықтар топ-тобымен сотқа келеді. Ол өзіңіздің де басыңыздан өткен шығар ондай істерді қарау. Халықтың айтатын уәжі, мен жаңағы үлестік шартын жасадым. Мен ақшамды бұған салдым. Сол негіздер соттармен қалай баға беріледі? Адамгершілік тұрғысынан да қалай ойлайсыз өзіңіздің жеке пікіріңіз? Әрине, бұл өте ауқымды сұрақ. Енді Қазақстан Республикасы өзін құқықтық зайырлы мемлекет деп жариялағаннан кейін, әрбір азамат өзінің құқықтық деңгейін, сауатын ашу керек. Бүгінгі күнделікті алып жатқан орын, экономикалық сотта соңғы 2 жылда қаралған азаматтық істердің қатарында бірде-бір осы құрылыс нысанын тұрғызушы мекемелерде үлескерлік құрылысқа сәйкес, үлескерлік құрылыс заңына сәйкес құрылыс нысандары көтерілмеген, талаптар сақталмаған. Өйткені көптеген жағдайда менді айтады ғой, заң білмеу жауаптылықтан босатпайды дейді. Әрине, кәсіпкер ол жер учаскесін алып, нысаналы мақсатын тұрғын үй салу деп алғаннан кейін ол игеру керек. Оның кәсіпкердің басты мақсаты табыс көру. Бірақ табыстың соңында олар көптеген жағдайда заң нормаларын ұмытып кетеді. Тиісті уақытылы рәсімдеу нормаларын ұмытып кетеді. Ең басты сауданың басты қозғалтқышы реклама демекші, реклама беріп, жарнама жариялап, елдерді тартады. Енді әрбір азамат өзінің бұл айтқанда өте аз ақша емес, қыруар қаражат керек. Азамат ол меншік құқығын алайын деп жатқан тұрғындар, үлескерлер. Ол бір күн тұрмайды, ол деген тұрғын үйді алғаннан кейін ол деген көптеген жылдар өзі тұрады, балаларының немерелерден кейін тұру мүмкін. Алайда сол іздену барысында құрылыс компанияларынан тиісті рұқсат құжаттарын сұрамайды. Ол, былай айтқанда, өзі сатып алушы ретінде оны талап етуге құқы бар. Ешкім оны шектемейді. Алайда бүгінгі таңда көріп отқанымыз көптеген жағдайда былай айтқанда шала жансар шарттарға отырып, түбі құрылыс нысанын тұрғызып, дамай туындап жатқан кезде шырылдайтын халық. Оны көкейкесті мәселе, мемлекет оны неге қадағаламайды дейді. Әрине, мемлекет ол қадағалау міндеті, бірақ ол халықтан да жауаптылығын алып тасталынбайды. Өйткені әркім өзінің қаражатын салады. Мысалға, кейбір құрылыс даулар бойынша тұрғын үй нысан кешен тұрғызып бітіріп қойған. Тек қана қалғаны сол тұрғын үйді мемлекеттік актімен қабылдану. Сол кез келген кезде құрылыс нысан салушы компаниялар міндетті түрде құзырлы органға барып рұқсат құжаттарын алуға барады.
көптеген жағдайда сол кезде мәлім болып жатады, мына құрылыс нысанын тұрғызып аяқтап біткен немесе аяқтауға жақын қалған. Ол жерде мысалға ол тұрғын үйлерді бір емес, екі емес, 10 шақты, 100 шақты адам үлескерлік ретінде деп тартқан бірнеше шарт бар. Әрине оған да баға беріледі. Сондықтан да ол басты мәселе, соттар, азаматтық істер қарағанда ең басты талап ол заңдылық. Содан кейін барып әділеттікке салынамыз. Сондықтан да азаматтарға айтатын, енді ол айтқанда маңдай термен жинаған қаражаты болғаннан кейін өзін жұмсаған кезде кішкене мұқият болу керек. Бұл қаражаттың қайда бара жатырғанын білу керек өздері дейсіз ғой. Рахмет. Осы жерде іле шала сұрақ қойғым келіп отыр. Халық бізді көріп отырған, біле жүрсін. Абылай Мұхтарұлы, маман ретінде құрылыс саласындағы жалпы мен мысалы үлескер ретінде жарнама көрдім, барып үлестік шарт жасағым келеді. Шын айтсақ, қазір мен көп мердігер мекемелер үлестік шарт жасамайды ғой. Үлестік шарттың бетін жауып қойып, басқа шарттар жасап жатады. Негізі жасау керек ол үлестік шарт. Үлестік шарт жасау үшін жер сол мердігер мекеменікі болу керек міндетті түрде. Енді үлестік шартты жасауға бардым. Мен қандай құжаттарын тексеруім керек? Сіз біріншіден енді құрылыстың рұқсат құжаттарын тексеруіңіз керек. Содан соң жаңағы мердігер мекеменің үлескерлер қаражатын тартуға рұқсатын тексеруіңіз керек. Енді бұл жерде Қазақстан Республикасының тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы заңына сәйкес үлестік қатысу ол жаңағы 3 тәртіппен жүзеге асырылады. Олар жаңағы арнайы кепілдік беру қорынан кепілдік алу арқылы, немесе құрылысқа екінші деңгейлі банктың қатысу арқылы, немесе мына үшінші нұсқасы бұл тәртібі бұл тұрғын үйдің қаңқасы тұрғызылғаннан кейін әкімшіліктен рұқсат алу арқылы. Яғни жаңағы мердігер мекеме тұрғын үйдің қаңқасы тұрғызғаннан кейін әкімшіліктен келіп рұқсат алу керек. Үлестік шарт жасауға. Үлестік шарт жасауға. Енді бұл жерде айта кету керек, енді өкінішке орай бізде қала аумағында бірнеше үй салынып жатыр. Олардың ішінде мониторинг барысында белгілі болып жатыр, жаңағы тиісті рұқсат құжаттарын рәсімдеместен пәтерлерін сатып отырған. Яғни құрылыс аяқталмаған тұрғын үйлерде орналасқан пәтерлерін түрлі жарнама нелер арқылы агенттіктер жаңағы Крыша дейміз, OLX, Инактау дейміз, Лада дейміз, жергілікті. Сол осы жарнама агенттіктері арқылы жариялап жатыр. Енді бұл жерде өкінішке орай бұлардың бірақ бірде-біреуінде рұқсаты жоқ. Үлестік шарт жасауға рұқсаты жоқ. Үлестік шарт жасауға рұқсаты жоқ. Бұлар жасап жатыр қазір қала тұрғындарымен. Бұлар алдын ала сатып алу, сату. Бізде сотта сондай шарттарды қарап жатырық дауларын. Тұрғындармен алдын ала сатып алу, сату шартын жасайды. Негізі заңды түрде өз құқығыңды бекіту үшін үлестік шарт жасау керек. Үлестік шарт жасау керек. Ол тіркелу керек жергілікті атқарушы органда. Договор долевого строительства деп. Міне адам, құрметті көрермендер, біз сізге сол ең басты негізгі мәселені айтып отырық. Кез келген салынатын құрылыстың сіздер барып құрылыс құжаттарын сұрауға құқыларыңыз бар. Құрылыс құжаттарын көрсетпей немесе әр жаққа сілтеме жасаса, ол мердігер компанияның болашақ тағдырының бұлыңғыр екені біле біліңіздер. Сондықтан әркім өзінің құқығын қорғау керек, білу керек. Жаңа мен айтып өттім ғой, енді нақты тоқталсақ, бізде мен мысалы қазір айталам, себебі ол нақты болған іс. Арыстанбек Тәжібаевич өз әңгімесінде айтып кетті, кейбір тұрғызылып бітіп тұрған үйлер бар. Алайда жаңағы енгізілмеген, жаңағы вот эксплуатация пайдалануға берілмеген. Себебі пайдалануға құзырлы орган рұқсат бермей отыр. Солай ғой? Бұл жерде айта кетейін, енді мана атап өткенде жаңағы өзінің рұқсат беру рәсімдері болады. Енді оны мысалға әкімдік келіп жаңағы мердігер мекемеге мысалға оны өз тарапынан орысша айтқанда по своей инициативе оларға дайындап бермейді ол құжаттарды. Оларға өздері келіп құжаттарын тапсыру керек, мысалы құжаттарын алу керек, жаңа айтқандай жаңа сәулет жоспарлау тапсырмасы дейміз, эскиздік жобасы дейміз, жаңа жұмыс жоспары, жобалық сметалық құжаттамасы, жаңа барлық құжаттарын рәсімдеу керек. Өздері рәсімдеу керек. Сонымен қатар өз бастамасымен құрылысты жаңа пайдалануға беру туралы неге айтып келетін болсақ, бұл жерде құрылысты қабылданады, құрылыс жаңа құжаттары барлығы дұрыс болған жағдайда құрылыс қабылданады. Ол құрылысқа тапсырыс берушімен, мердігер, техникалық және авторлық қадағалаумен. Бұл жерде осы төрт тұлға құрылыс қабылдайды.
осылар жаңағы акт толтырады, осындай құрылыс аяқталған нысанды жаңағы қолданысқа беру туралы. Содан соң оны мына жергілікті атқарушы органға, яғни сәулет бөліміне және мына мемлекеттік жаңа сәулет қала құрылысы және жерді бақылау басқармасына есепке қояды. Сосын жаңа әділет органдарына тіркейді актіні. Сөйтіп жаңағы тұрғын үй уже жаңағы меншік құқығы танылады тұрғын үйге. Мысалы біз соттарда білеміз ғой, кейбір азаматтар бар, өздерінің меншік құқығы бір кішкентай ғана жерге бар. Бірақ соны өздерін теріс пайдаланады ол құқықты. Қасына өзі салып алады үлкейтіп, және барады әкімшіліктен мына жерді маған беруіңізді сұраймын, себебі мен құрылыс тұрғызып қойдым дейді. Сондай істерді біз біраз қарадық. Артынан талап арыз келіп түседі, мәжбүрлеп бұздыру туралы, себебі рұқсат берілмеген ана жерлерге, өзінің жері кішкентай. Сондай істер болды ғой бізде, Арсенбек Тәжбайұлы? Әрине, ондай да істер бізде болды. Осы ардагердің қасында бір объектілер болды да, сауда үйі ардагердің. Сол жерде болды, 11-ші шағын ауданда да болды. Ондай енді орын алып тұрады, өйткені кейбіреу кәсіпкерлер айтқанда пайдасы оң қуалайын деп көптеген сол іс-әрекеттерге барып жатады. Ондай кезде сот ол жан-жақты баға беріледі. Түбі ол мысалға әрине жер мемлекеттік болғанмен, бірақ ол халыққа пайдасы тию үшін елге нысаналы мақсатымен береді, игеру үшін, елімізге, халқымызға пайдасы тию үшін. Енді ол жерде техникалық мүмкіншіліктерін қарайды. Беруге мүмкіншілік бар ма, жоқ па? Оны деген жер комиссиясына салады. Қазіргі таңда 2015 жылдан бастап мысалға қала аумағында кәсіпкерлік нысанда жер учаскелер міндетті түрде аукцион арқылы беріліп жатады. Ол да бұл айтқанда бір өзінің талаптары. Ондай кезде егер түпкілікті сол жер учаскесі болашақта кәсіпкерліге берілуге жатпайтын болса, сотта болды, талап арыз қанағаттандырылып, құрылыс нысандары бұзылған да жағдайлар болды. Мен есімде, өзімде сондай істерді қарадым. Тіпті әкімнің жаңағы бас тарту туралы қаулылардың жер комиссиясының шешімдерін дау айтып жүрді, біз үлкейтіп алғымыз келеді деп. Бірақ жаңа құрылыс нысаны салынып тұр. Біз артынан ол істен туындаған, біз жаңағы қанағаттанудан бас тарттық олардың арызын үлкейтіп беру туралы, бұзу туралы әкімнің шешімдерін. Артынан әкімшіліктен іле сала жаңа талап арыздар түседі, жаңа заңсыз құрылысты бұзу туралы. Ондайларды біз бұзып отырдық. Енді тағы бір сұрақ, Абылай Мұхтарұлы, мен өзім күнделікті көріп жүріп қой, мысалы 3 Корона деген үй тұрда, білесіз өзіңіз, ол үйге қатысты мен айталам, себебі өзім ісін қарағанмын талай экономикалық сотта жүргенде. Ол көп соттасқан, ол мердігер мекемелер бір-бірімен. Қазір сол үйдің құрылысы бітіп тұр енді. Бірақ ол пайдалануға берілмей тұр, солай ғой? Оны нақты қарау керек. Сіздердің басшыңыз Бали Бектұрдың өзі жүріп, аралап жүрген нысандарды мен көргенмін. Және де қазіргі таңда мониторинг жасалып, қала әкімі Нияз Ғалымжан бастамасымен өте керемет бастамалар болып жатыр. Себебі ол кісі өзінің Facebook парақшасында да бұл құрылыстардың мониторингте тұратынын, жаңадан салынатын құрылыстарға тексерілу жүргізіліп отыратындығын жазып отыр. Бұл халыққа деген үлкен сенім ұялатады дегім келеді. Соны мен сізге сол құзырлы органның өкілі ретінде рахметімді айтқым келеді. Жалпы бұл жұмысты сіздер азбыз деп тоқтатпауыңыз керек. Барлығы заң саласында болу керек. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, қандай құжаттардың керек екен. Кез келген адам сіздерде ашық есік күні болғанда барып консультация ала алады ғой. Бір айтып кетейін, мына жағдайда. Енді бізге тек ашық есік күнде емес, бізге күнделікті келіп, мына дүйсенбі және сәрсенбі күндері қабылдау күндері. Дүйсенбі және сәрсенбі күндері. Қабылдау күндері, сол күндерде келсе де, былай келсе де қабылдай береміз халықты енді. Ол келіп тұрған соң, ол дейтін, бүгін қабылдау күні емес деп өтіп не істететін жоқ. Қабылдаймыз күнделікті. Сонымен қатар жалпы қазіргі таңда мына әкімдік тарапынан әлеуметтік желілер арқылы жалпы мына халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізу қарқын жүргізіліп жатыр бізде жалпы. Мына ашық есік күндерін өткіземіз, мына жаңағы құқық қорғау қызметтерін көрсету орталығы дейді, жалпы ненің прокуратураның 29 шағын орналасқан сол прокуратура қызметкерлерімен бірлесіп, ашық есік күнін өткіземіз. Мына Маңғыстау облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық ұйыммен бірге, сол ұйымның өкілдерімен бірге өткіземіз, мониторингтер жүргіземіз. Қала аумағында жүргізіліп жатырған құрылыстар, жаңа өзіңіз атап өткендей, қаланың бас сәулетшісі Бекнұр Балиұлы, қаланың әкімі Ғалымжан Мұхарұлы Ниязов та барлығы да осы немен өстіп мониторинг жүргізеді, өстіп шығып. Дұрыс, өте керемет. Мен оның бәрін көріп жүрмін.
айтып отырмын ғой, мен қала тұрғыны ретінде бұл әрекеттерге риза болып жүрік. Әр құрылысқа баға беріліп отыр. Біз енді адам болғаннан кейін, өскеннен кейін біздің қазақтың бір қасиеті, біз үй алғанды, көбейгенді, әр балаға бір үй болсын деген қағидатпен жүретін қазақ қой. Сондықтан осы құрылыстардың мониторингта тұрғандары, осы құрылыстардың қала әкімінің өзінің және бас сәулетшінің өзінің жүргені бізді қуантады. Рахмет Абылай Мұхтарұлы, бүгін келіп осындай тұшымды жауаптар жаста болса бас болып жүргеніңіз, құқықты сауаттылығыңызды халықпен бөліскеніңізге рахмет. Арыстанбек Тәжібайұлы, өзіңіз не айтасыз бағдарламаның соңында? Енді біз енді сот болғаннан кейін халықтың назарын аударатымыз, тек қана мұқият болыңыздар. Ең басты өздеріңіздің құқықтарыңызды өздеріңіз айтқанда бұзылуына жол бермеңіздер, заң нормаларына сүйеніңіздер. Білмей жатқан жағдайда заң консультанттары бар, және де басқа да арнайы құқықтық органдар бар, кеңес беретін, қолдау көрсететін, солардың көмектеріне жүгінсеңіздер болады. Құрметті телекөрермендер, бүгінгі тақырыптың әрине тежесіне шығып барлығын мән жайды тәптіштеп айтып түсіндіру бір бағдарлама аясында бұл мүмкін емес. Алайда біз сізге алғашқы құқықтық сабақты бердік деп ойлаймыз. Бұл құқықтық сауаттылықты біз жаңадан салынып жатқан тұрғын үйлерге қатысты бердік деп ойлаймыз. Себебі жалпы өздеріңіз білесіздер, қазақ өз үйім өлең төсегім дейді. Әр қазақ өзінің өз шаңырағы болғанын қалайды. Сол шаңырақты аңсау мақсатында кейде басын тасқа да ұрып жатады. Сотта қаралған істерде кейбір үлескерлер тіптен білмеген, ақшасын салып қойғанын, алаяқтың қашып кеткен тіпті қылмыстық істе болды. Оны жоққа шығармайды. Сондықтан құқықты сауатты болуға тырысу керек. Жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, сот органы ол соңғы нүктені қоятын орган. Жаңа айтты ол құзырлы органның өкілі. Құзырлы органның есігі әрқашанда сіздерге ашық. Білінбей жатқан, біле алмай жатқан сұрақтарыңыз болса, барып әрқашанда сіз түсіндірме алуға құқылысыз. Құқығымызды біле жүрейік. Келесі кездескенше күн жақсы болғай.